Кызым Алиханга карап кой жарема. Мама, мен де бір жаққа барамын ғой. Ойбу, есімнен шығып кетті ғой. Әкең қазір бір сағат 9-да жұмысқа кетеді ғой. Енді кімге қалдырамыз Алиханды? Көршілерге тастап кетейік. Ой, қазір көршілерге сенуге болмайды, білесің ғой. Иә, бірақ шынымен де сенуге болмайды оларға. Маған бір ой келді. Қандай ой келді саған? Айтыр саған бір ой келеді. Біз оны садикке жіберейік та. Құмаш садикке жіберген емес. Ол әлі кішкентай ғой. 3 жасында береміз. Ой, 3 жасқа дейін, сосын 3 жасқа келген кезде 4 жас деп, сосын 4 жасқа келгенде 5 жас деп кете береміз ғой. Ертерек беру керек. Қазір 2 жастан бастап береді балаларды. Білемін ғой, сонда да Алихан жылап, бақырып, шақырып, білесің ғой Алиханды. Жарайды, мен экзаменнен қалам. Болады. Алиханды қаяққа тастап кетеміз? Ана қыз экзаменге кетті. Мен бір жұмыстарым бар, шығып қалды сондай жұмыстар. Подругаларыммен кездесем оның үстіне. Оны Қатима тәтеге тастап кет, либо өзіңмен бірге алып кет, бір шешімді таңда. Екеуін де таңдамасаң, онда білмеймін, енді үйде жалғыз қалмайтын жер, ол жылап, білесің ғой, бізді іздейді, көшеге шығып кетеді, қаңғырады деген сияқты ғой. Иә, мен соны ойымдап тұрмын ғой, сол жағына. Енді Алиханды қаяққа тастап кетсек болады. Ой, сол Қатима тәтеге тастап кетші. Соған сен, мен білемін ғой Қатима тәтені. Иә, жарайды, соған тастап кетейін. Просто ол жерде той. Егер бір любой кішкентай баланы әкелсең, 15 мың төлейсің. Өйткені жақсы дәу балаларға да ойнайтын жер бар, күшті ғой. И ояққа 15 мың төлейсің. Кафе ма? Ойбай, бәрібір емес пе? 15 мың төлей сал, менде бар ғой. Зато балан қыдырып ойнайды. Менде бар үшем. Қумашы болады. Сенде қоқалатын бар әйтеуір. Иә, бар әйтеуір. Қойшы болдың, сөйлесіп тұратын уақытым жоқ, әйтеуір бір шешімді қабылдайсың ғой. Алихан, балам, тұра ғой. Тұра ғой, кәне, мен балам ақылды, тұрады. Тұра ғой, тез-тез, бір жаққа барамыз. Бір жаққа, қай жаққа барамыз? Оны әзірше айтпаймын, жарема. Өзің барған соң көресің. Жарайды. Қатима тәте, Алиханды қарай аласыз ба? Біздің шаруаларымыз шығып қалды да отбасымызбен. Сол кешке дейін қарай аласыз ба? Әрине қарап берейін, қарсы емеспін. Өте сүйкімді бала екен. Иә, сол сізге тастап кетейін дегем. Иә, жарайды, тастап кет. Тәте, сізге көп-көп рахмет қарағаныңызға. Енді сізге тапсырып кетеміз ғой, өйткені ана көште сізден басқа тапсыратын адамымыз жоқ қой. Иә, сәл-пәл сүйкімді және қылықты бала екен, бірақ құтырғаны көп екен. Мультфильмға жабысып алады екен ғой. Иә, оның сондай әдеті бар да, просто телевизордан шықпайды. Бізге де телевизор бермейді ғой әуелі. Иә. Енді тамағын бер, мен бір не бергемін, бағана түсте бергем, сосын кешке бермедім, бір кәмпит қолымнан етіп жергем. Сонымен шай ішсін, иә? Сендерге беріп жүрдім тош. Қатима тәте, рахмет сізге. Папа, әпке қайда? Папаң мен әпкең, олар бүгін келуі де мүмкін, келмеуі де мүмкін. Егер әпкең келетін болса, өзіңнің неңе төсегіңе жатасың. Ал егер әпкең келмесе, онда менің төсегіме жатасың. Ал әкеңді білмеймін. Әкең бір жата салар, может быть, сен төсегіңе. Өйткені сен қорқасың ғой әпкеңсіз. Иә, мен қорқамын. Мама, мен каса жегім кепті. Қазір мен киімді ауыстырып келейін, сосын саған каша жасап берем, жарай ма? Жарайды. Кашаңды жей ғой, бүгін папаң және әпкең келмейді. Ондатта маған айтты, келмеймін деді бүгін. Өздерінің тамақтарын іше беріңдер деді. Жарайды, онда сіздің қасыңызға жатам. Иә, мен қасыма жатасың ғой. Не ол? Ол Ория деген печенье. Жүр, балам, болды, жатайық, кеш батты ғой. Жарайды. Қой құрсын, тұрайын. Мен бүгін ешқай жаққа бармаймын ғой. Такси киімін киіп алайын. Жарайды, халат киіп алайын, сосын киермін тамақ ашқан кезде.
Мә, кеше ана баланы саярдымаппын ғой, білейін енді газ тамақ жейді ғой. Тұрып. Тамақ та жасамадым. Бопты үлгерем. Такс, бүгін не жасасам болады екен? Холодильникте не бар өзі? Мә, азық-түлік аз қалды ғой. Бүгін Алинаға айту керек. Алина дегенде Айнұрға айту керек. Азық-түлік әкесін. Вообще аз қалыпты ужас. Не жасасам болады? О, мынандай хата мынандай тамақ бар екен ғой. Ой, мына жаққа не ағып тұрып қалған? Ой, үстеді әйтеуір, енді қазір салып көрейін. Такс, таңғысқа осы екеуін жасай салайын. Алиханға енді не берсем болады екен оған? Ойлан. Оған фримен торт бере салайыншы. О, көп жемейді ғой, тәтті жақсы көреді дейді о. Так, өзіме осы тағамды жасап алайын. Мен бүгін как раз ешқай жаққа бармаймын, онда Алиханмен бірге қаламын. Алиханды бір жаққа апару керек еді. Апармағалы, ешқай жаққа апармағалы көп болды. Так, пісіп бара жатыр, қазір күйеді даже. Телевизор босады ғой әйтеуір. Алло, қызым, үйге продукт аласаш? Мама, менде ақша жоқ қой, білесіз ғой. Мен то қазір Астанада жүрмін. Экзаменге байланысты біз Астанаға кетіп қалдық қой, и Астанада мен 1-2 күн боламын. Әйтеуір мына қызда бір 1-2 күнге кетсем, да әкесіне айтып көрейін, әкесі может келсер. Алло, әкесі? Алло, не болып қалды? Мен жұмыстармен жүрмін ғой, неғып осындай кезде звондайсыңдар? Звондама десе звондайсыңдар әйтеуір. Әкесі, не, үйге продукт әкеш, пожалуйста, үйде продукты жоқ. Ақшаны қайдан табамын мен? Бүгін зарплатамыз түседі, ертең мен келмеймін, оның күні келмеймін. Сосын көре жатармыз. Либо сен өзің ақша берді, таксиға, сосын керекті продуктылардың бәрін жазып соған тапсырсай. Қазір таксиларға сенуге болмайды ғой, білесің ғой. Үй алдында білесің ба, Санжар деген таксистқа продукты әкеп берші деп едім ғой, мен білесің ба, сосын әкеп берді, сол Санжарға айтып көр, может сол әкеліп беретін шығар. Ой, бір қазір ана баланың қарны ашады, ол ызылдайды, ұйықтап жатыр әзірше. Ой, өзің білші. Баланы тұрып алыпсың ғой. Жүр, мен саған тамақ берейін. Мама, мен тамақ ішпеймін, мен мультфильм көріп отырмын. Мультфильм дегенді қойшы, айналайын, пожалуйста. Мультфильм. Кешке дейін көресің бе мультфильмді уже? Хватит же. Қазіргі балалар түсінбей мультфильм деп жабысып қалған ғой. Сен біраз киімдерің тұр ғой мына жерде. Алло, мама, мен қазір кірем экзаменге, маған звондамаңызшы, пожалуйста. Әйтпесе қазір маған апайлар ұрсады, сосын ұрыс естимін. Қазір кіремен уже менің кезегім. Давайте всем пока-пока, короче. Ой, бірналарға не болған, әйтеуір бірдеме көрінген бе, Алихан екеуміз бір не көріп отырайық, мультфильм ба, бір бәле көрейік. Мама, неғып істеп тастадыңыз, мен көріп отырмын ғой. Бізде көрейік та, біздің де көзіміз бар, жанымыз бар ғой. Міне күшті сериал болып отыр, қара. Мама, телефоныңыз беріңізші. Телефон или телевизор, біреуін таңда. Телефон. Онда телевизорды өшірем. Жарайды. Ал достар, мен сериалым аяқталды. Сериал ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Және де комментария жазуды ұмытпаңыздар. Всем пока-пока. Бәріңізді жақсы көремін.